Ассалаумалейкум. Келесі сабақ жалғастырамыз. Біз әлі основа поведения железобетонного сечениядамыз. Менде уже видеоның записін екінші попыткасы. Біріншісін жасадым, өзім тыңдап көрдім да, что-то слишком скучно айтып отқан сияқтымын. Сөйтіп екінші попытка сіздерге жасап беріп жатырмын. Енді без монтажа салам. Монтажды сіздерге видео жазудың өзіне уақыт тауып жазып жатқан өзі маған сәл неді, жұмыс көп дегендей. И сол үшін монтажды пока ерінгенімнен деп қабылдай беріңіздер, жарайды. Уақыт негізі бәр нәрсеге бар ғой. Так, алдыңғы сабақтан осы слайдпен біз бітірдік. Бірінші предпочтительный графикті көрсеттім. Осылай болған дұрыс деп, арматура өзінің расчетной прочностінде жұмыс істеу керек. Слабо армированное сечение, весь резерв прочности арматура қолданылу керек дедік. 2 мен 3-ші случай характер разрушениялар переармированный сечениялар болып табылады. Арматура не успевает включиться в работу дедік. Енді расчеттің бірінші предпосылкаларына келе береміз жаймен деп, оны қалай жаймен деп анықтаймыз. Енді, чтобы определить характер разрушения, необходимо найти высоту сбалансированной сжатой зоны X-бал. X-balance деген, то есть сбалансированный высота сжатой зоны X-бал деп айтып кете берейін мен, тезірек ұзақ болмас үшін. Мына үшбұрыш соны табу керек, және сол сжатой зона солдан асып кетпеуін контролировать ету керек қой. Сол бірінші очередь соны табамыз. Бірінші критерий обязательно. Енді оны қалай табамыз? Мына графикке қараймыз да, мынау үшбұрыш. Мынау да үшбұрыш. Мынаның высотасы X сбалансированный. Мынаның высотасы D. Эффективная высота. Мынау полный H сеченияның асты мен үсті болатын болса, эффективная высота деген сөз арматураның осынан бастап үстіне дейінгі зона. То есть мына жер, в принципе, ол тек қана арматура коррозияға кетіп қалмас үшін ғана. То есть мына жерде защитный слой бетона и арматураның жарты диаметрі. Солын алып тастаймыз, D шығады бізде. Схожий треугольник деген геометриядан өткен шығарсыздар. Бір треугольник, екінші мына жерде градустар бірдей дегендей. Мынаны білеміз. Мысалы, мынаны мынаған бөлсек, кейін барып қалай еді? Мынаны мынаған бөлсек, мынаның ұзындығы бізде D минус X бал. Осылай істесеңіздер шығады. Бір 5-10 минут уақыттарыңызды арнаңыздар, мына формула шығады сразу. X сбалансированный тең болады предельная деформация, бөлінген предельная деформация плюс расчетная деформация арматуры көбейтілген D. Егер мына жерде асты үстін модуль деформации арматура көбейтсек, ES, мынау ESU-ды білеміз біз. 0.0035, 0.0035. В принципе, мынаны білеміз. Бірақ ES-ға көбейтсек, мына жер не болады да? Расчетная прочность болады. Сразу расчетная прочность. 500 мегапаскаль болатын болса, арматурамыз бізде A500, B500 дейміз қазір Еврокод бойынша. A500 болатын болса, бұл характеристический прочность, оны коэффициент безопасности 1.15-ке бөлеміз. 434. 78. Алдында видеода есімде қалып кетті, алдыңғы видеоны түсірген кезде. Жалпы да айтып атқан. Сол үшін мынаны да қолдансаңыздар да болады, мынаны да қолдансаңыздар да болады. Разница жоқ. Просто мына жерде расчетный прочностьті ғана жазамыз да. Мынаны есептеп жүрмей. Енді давайте мысал. Бізде бетон С30-37 берілген, арматура S500 модуль деформации. Бүкіл арматура модуль деформация бізде constant, осындай болып табылады. И X балды табу керек. X бал расчетная деформация бетонның, кажется, С50-ге дейін осы бір сан өзгермейді. 0.035, бұдан аспайды бізде расчетный предельный деформация. Арматурада характеристически S500-де 500 мегапаскаль, расчетный коэффициент безопасности бөлеміз 434-де 78 мегапаскаль. Енді оңай подставлять етеміз значенияны. Бізде мына формуламыз бар.
значением поставить 0,035 көбейтілген 200 мың, 0,035 көбейтілген 200 мың плюс FYD, да, расчетная прочность 434 мына тапқанымыз. Енді сонымен бізде шығады X балансированный тең болады 500-дік арматураға 0,617D. Неважно қандай бетон, 500-дік арматура бізде 0,617D-дан аспау керек қой. Эффективный высотаны орнына қоямыз, және осы коэффициент. Бұл бізде X сбалансированный. То есть бұдан сжимающий усилие асып кеткен болса, опять же, арматура хрупкида жұмыс істеп жатыр деген сөз. То есть один из критериев, чтобы наша арматура работала в пластической зоне, деп орысша ұрып жатыр дейсің, это контролировать X высоту сжимающей зоны. И чтобы она не превышала X сбалансированный. Бұл енді тек бірінші критерий, то есть алда өтеміз, Еврокод вообще X балл 0,617 болғанымен, Еврокод алда бізде 0,45 д-дан аспау керек дейді вообще. Сжимающий. Бірақ 0,617 ол предел. Енді также необходимо определить коэффициент армирования raw balance. Коэффициент армирования дегенді кім біледі? Коэффициент армирования дегеніміз ол мынау. Коэффициент армирования деген арматураның площади бөлеміз сеченияның площадіне BD. Сол кезде 0,0015 деген сондай шығады. То есть бүкіл сеченияда біздің арматураның площади қанша шығып тұр деген ғой. Мына случайда қанша? 5% па? Или 0,5? 0,5, кажется. Осындай коэффициент армирования деген осы. И не дейді бұл жерде? Также необходимо определить коэффициент армирования при X балансированном. X балансированный кезде коэффициент армирования бізде raw балл болады. Raw баллды неге біз табу керекпіз? Raw баллды біз табу керекпіз, чтобы мысалы бізде бір сечение берді, арматураның площади осынша деген кезде біз автоматически бірінші X баланспен 0,617 д-дан асып тұр ма, асып тұрған жоқ па, мысалы X высота жады, соны бір тексереміз, кейін барып raw баллды тексереміз. Сол берілген арматураның площадін аламыз да, AS бөлінген BD дейміз да, сразу сеченияның параметрларына площадь бөлеміз да, ол бізде raw баллдан асып тұр ма, асып тұрған жоқ па. Неге? Бірінші raw баллдың формуласы мынау, бұл қазір келесі слайдтарда қалай бұл формула табылғанын көрсетемін. Жалпы бізге берген коэффициент армирования raw баллдан аспау керек. То есть одан асып кетсе, біздің сечение переармированный болады. Асып тұрған болса. А оған аспаған болса, уже біз точно білеміз, что біздің арматура расчетный прочностьтан өзінің толық потенциалында жұмыс істеп жатыр деген сөз ғой. Егер raw баллдан біздікі аспаған болса, FYD да, FYD өзінің мына зонада, пластический зонада жұмыс істеп жатыр деген сөз біздің арматура. Осыған біз жету керекпіз да. Ал егер асып тұрған болса raw баллдан біздің коэффициент армирования, то уже сеченияны өзгерту керек. Соншалықты маңызды параметр, уже сеченияны біз өзгертіп тастау керекпіз. То есть сеченияны өзгерту керек, мынау, я. То есть либо мынау сечение болатын болса, пошире сделать, либо сол сеченияны қалдырып подлиннее сделать, либо площадь арматураны азайту керек. Қанша? 4 арматура тұрса, білмеймін, 3 арматура қою керек шығар. Короче, коэффициент армирования надан аз болу керек қой. Сол. Енді формула қалай шыққанын көрсетейін. Мына формула. Мына жерді қалай аярақ түсіндіріп кетсем болады. Мынау біздің бағана деформационный эпюрамыз. Мынау енді біздің мына схеманың несі. Мынау сжимающий, бетон сжиматься етіліп жатыр, арматура растягиваться етіліп жатыр. Берілген күшті
x-тердің эпюрасы ғой былайынша айтқанда. x эксиста f fs fc fs тұр, иә. И бұл жерде бізде жаңадан S балл деген эффективная сжатая зона деген келеді. Бізде сжатая зона мына жерде тұр ғой. Байқасаңыздар S сәл одан кішірек. Неге? Өйткені бұл лямбда деген коэффициентқа көбейтіліп тұр. X баллды лямбда деген коэффициентке көбейтіп тұр. Лямбда бізде 0,8-ге тең. FCK 50 мегапаскальдан төмен бетон класстарына, S 50-ден төмен барлық бетон класстарына лямбдамыз 0,8-ге тең. Eta дейді. Этамыз 1-ге тең. Бұл қандай коэффициенттер? Бұл мына Еврокодтың өзінде берілген 3-ші пункт қой, 3-ші пункт 3.1.7 ма? Бір қараңыздар. Соның подпункт 3-інде мына может приниматься равномерно распределенное напряжение по высоте эффективной сжатой зоны, как показано на рисунке 3.5. Қарасаңыздар, мына тоже сжатая зона мына жерде тұр. Лямбда x, мынау эффективная сжатая зона, одан кішірек та, 0,8-ге 20%-ке төмен. Бәрі значение мынау лямбда дейді. Коэффициент применяемый для определения эффективной высоты сжатой зоны. Неге? Қазір түсіндірем. Лямбда деген не үшін енгізілген? Значение коэффициента это для определения эффективной прочности. Бір болғаннан кейін енді жарайды, ол еш нәрсе өзгерпейді. Прочностьті біз бірге көбейтеміз. Сол прочностьтің өзі, расчетная прочность бетона. Негізі оригинально мына жерде көріп тұрсыздар, бетон қалай сжиматься етіліп жатыр. Мына жаққа күш беріліп тұр ғой. Мына жерге күш берілгеннен кейін бетон сжиматься етіліп жатыр. И бұл жерде расчетты оңайлату үшін бірдей значениедағы күштер тіктөртбұрыш ғой, былайша прямоугольник болып тұр да. А негізі в оригинале бетон қалай сжиматься етіледі? Егер бұл оригинальный нені көретін болсақ, мынау тура сол эпюра дейікші. Мынау FCD, мышкамен жазып жатырмын жігіттер, если что. Мынау бағана біз нейтральный ось болсын, x баланс, мына точка болсын. Мынау растяжение. Мына жерде стрелка мына жаққа болады. Мына эпюрасы, мына жақта бізде 4 бұрыш болып тұр ғой. Мына жерде келеді 4 бұрыш болып, и жайменде парабола, да? То есть сжатая зона максимально мына жерлер сжиматься етіледі, мына жерлері тоже сжиматься, бірақ уже сәл азырақ, и мына жерде уже парабола мен характерінде сжиматься етіледі, да, полный. Оригинальный. Екінші варианты тура сол упрощенный бар, мысалы, мынау сол сжимающий нейтральный ось болатын болса, келеді 4 бұрыш болып, мына параболаны сәл мынандай 3 бұрыш қылып упростить етілген версиясы бар да. Бірақ опять же, бұны мысалы площадьін табу керек, аудан табу керек болса, бүйтіп 2-ке бөліп, 3 бұрыштықын бөлек тауып, 4 бұрыштықын бөлек тауып, екеуін қосып, центр тяжестін бірге тауып, короче, расчеттарды қиындатады. Бірақ негіз көрсетуім керек еді сіздерге барлық случайларды қалай есептелінеді. В целом просто қазір сөзіме сене салыңыздар. Еврокод өзі рекомендовать етіп атқан эпюра осындай 4 бұрыш, және толық 4 бұрыш қылып алмаған, значение мына жерді жоқ қыласағанда, мен лучше айтқан 4 бұрыш қолданамыз. Ауданын табуда оңай, несі оңай, бірақ лямбда деген коэффициент оригинальный 20%-ға азайтамыз, бірақ 4 бұрыш болады дейді. И байқасаңыздар, екі проблеманы шешеді. Бірінші проблема расчетты оңайлатады, екінші проблема погрешность қатты өзгермейді. Оригинальный не параболамен есептеген кездегі дейді. Сол үшін осы схема қолданылады. Бетон сжиматься етіледі 4 бұрышпен деп Еврокод өзі рекомендовать ететін схема осы. Қарасаңыздар, лямбда x деп алыңдар, 4 бұрыш деп алыңдар дейді да, мысалы. Біз сөйтіп алдық. Сол үшін эффективная сжатая зона деген енгізілді. Эффективная сжатая зона просто 0,8 көбейтілген бағанағы біздің x балансированный. Енді мына жерде біз нені сақтау керекпіз?
метод статического равновесия деген бар, иә, бізде мына күш тең болу керек мына күшке, екеуі равновесиеда болу үшін. Сжиматься етіп тұр, мынау растягивать етіп тұр. То есть FC тең FS, сжимающее усилие бетона, растягивающей арматурой. Енді FC'міз неге тең? Мынаның ауданы көбейтілген, осыған ұрып тұрған жатя күші, жатяның күші бізде NFCD, это ғой, N деп қойды, это FCD, этамыз 1, это FCD көбейтілген мынаның ауданы, то есть S көбейтілген B. Біздің случайда ро балл тауып атқаннан кейін S балансирован тауып атырмыз, да? FS ол арматура площадь көбейтілген расчетная прочность арматуры. Енді осымен AS-ті тапсақ болады. AS-мыз это FCD BS балансированный бөлінген расчетная прочность арматуры. Ал бізде коэффициент армированиямыз неге тең? AS бөлінген BD. То есть мен мына газ әшейін BD-ға бөлсем, и мына жақты да BD-ға бөлсем, мынандай шығады, ро сбалансированный, да, мынау? И мынау да BD-ға, B мен B қысқарады, мынандай значение шығады. S балансированный бізде просто лямбда көбейтілген X балл ғой. Ал енді біз X баллды алдыңғы есептен шығардық, ол бізде мынаған тең екен. Енді тура осы X баллдың орнына мына значениені қоятын болсақ, біздің мынау шығады. Қиын емес. Бұл коэффициент армирования при сбалансированной ситуации. То есть предельный коэффициент армирования, который бұдан асып кетпеу керек. Бұдан асып кеткен болса, арматура упругой зонада қалып қалады. Бұдан аспаса, текучий зонада, пластичный зонада жұмыс істейді. Болды. Оңай, қиындатудың керек емес еш нәрсені. Болды. Осымен основы поведения железобетонного сечения біз давайте бітірейік. Келесі сабақта әлі дайындауым керек сіздерге принцип перераспределения момент. Қысқа ғана өтеміз, өткен 3-ші разделде жалпы қолмен қалай есептеу керек екенін қарастырдық. Перераспределение моментін өз басым практикада қазір расчетчик болып жұмыс істеп жатырмын ғой. Мұндай нәрсені қолданбаймыз көбінесе. И в принципе сечениеда да қолданбаймыз, просто білу керек. Перераспределение бізде коэффициент дельта 1-ге тең болады, как будто перераспределение жоқ сияқты да. Солай болады. Не үшін бұл керек? Өйткені осы жерден біз К-лимит деген коэффициент табамыз. К-лимит содан асса двойной арматура, аспаса одиночный арматура деген тема шығады ғой осы арқылы. Осымен жарайды, келесі сабақта көріскенше, надеюсь, тағы да сіздерге создырып алмаймын лекцияны. Соңғы рет қай кезде түсірдім? Мартта түсірдім сіздерге видеоны. Комментке қалдырыңыздар мненияларыңызды, мен үшін өте қызық. Может, арасында лирадан практикалық сабақтарды қосып тұрам. Сіздерде, если көріп атсаңыздар, если вам интересно, даже если меня смотрит русскоязычный, который не понимает, что я на казахском бормочу здесь, тоже оставьте комментарии. Может, попробуем на русском, хотя на моем французском. По лире, может, лира сапр. Что-то можем придумать, практические занятия с сейсмиком, идей много. Ладно, до следующего урока.